Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабақтарыңызға сәттілік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Бірге қайталаймыз. Бүгінгі мақсатым ережемен танысу, дара және күрделі етістікті ажырату. Етістікті есімізге түсіріп алайық. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Бұл ережені сіздер де жақсы білесіздер деп ойлаймын. Енді кітаптарыңыздың 78-ші бетін ашып, 20-ші жаттығуға назар аударамыз. Мен оқимын, сіздер суретке мұқият қарап отырыңыздар. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны... Енді ары қарай не болды екен? Маған да қызық болып тұрғаны, бірақ оның жалғасын мен сіздерден күтемін. Өз қиялдарыңызбен, өз ойларыңызбен маған жалғастырып айтып беріңіздер. Енді мысалдағы етістіктерге назар аударайық. Не істейді? Түсіп кетеді. Не істейді? Күледі. Бұл жердегі етістіктердің айырмашылығы бар. Бірінші етістік екі сөзден құралса, екінші етістік бір сөзден құралған. Демек, етістіктер дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Жазды, көрді, ұшады, биледі, отырды. Ал күрделі етістік екі не үш сөзден тұрады. Алып келдім, ұшып бара жатыр, билеп жүр. Өсті, жуды, озды, тоқыды деген дара етістіктер берілген. Енді осы етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырайық. Не істеді? Өсіп кетті. Не істеді? Жуып алды. Не істеді? Озып бара жатыр. Не істеді? Тоқып отыр. Дара сөзден тұрған етістікті де екі-үш сөзден тұратын күрделі етістікке айналдырып айтуға болады. 22-ші жаттығуды оқиық. Жаралы көгершін. Ахмет бірде жаралы көгершінді тауып алды. Оны аяп, үйіне алып келді. Денесін суық сорған құс дірілдей берді. Кім сені таспен атқаны? Ондай бұзық баладан қандай адам шығар дейсің? Деп анасы құстың жарақатына дәрі-дәрмек жақты. Құстың қанатының астында тілік бар екен. Қан ұйып қалыпты. Дәкемен денесін орап тастады. Бір аптадан кейін жарасы жеңілдеді. Көгершін қанатын қомдайтын болды. Қомдайтын, ұшуға ыңғайлайтын деген мағынада айтылған. Мәтінде бірнеше дара және күрделі етістіктер берілген. Соларды тауып дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сіздерге тапсырма 24-ші жаттығудағы ребусты шешіп, шешуіндегі сөзге сөйлем құрастыру. Мені мұқият тыңдап отырғандарыңызға рахмет.